Мотивацияны қайдан, немесе кімнен алуға болады? Мұны жұлдыз белгіге сүйене отырып білуге болады екен. Көзгі қысқы кезеңде энергия, ресурстар және мотивация тапшылығына жиі тап болып жатамыз. Осылардың соңғысына ұзағырақ тоқтала кетсек, сізге сиқырлы соққы ретінде не, немесе кім қызмет етеді? Мұны жұлдыз белгіге сүйене отырып білуге болады. Тоқты, оларға қиындық, тәуекел, адреналин және біреуге бір нәрсені дәлелдеу қажеттілігі мотивация бере алады. Орнынан қозғалту үшін мақтау, қолдау, жігерлендіру жеткіліксіз болады, ал қабілетіне күмән келтіріп, немесе сынайтыла қалса болғаны, олай емес екенін дәлелдеу үшін барын салып бағады. Сондықтан кедергілер, қиындықтар мен бәсекелестік оларды алға жетелейді, яғни мотивация береді. Торпақтарды ең қарапайым жердегі қуанышты жағдайлар ынталандырады. Дәмді тағам, массаж, сауда, ақша және жайлылық, яғни комфорт. Сапалы демалыс пен материалдық сыйақы үшін бұл адамдар барынша тер төгіп еңбектенуге дайын. Егіздер. Тумысынан белсенді егіздерді қызықтыру, бір нәрсені істеуге ынталандыру өте оңай. Оларға жай ғана серуендеуді, саяхаттауды немесе танысу сияқты пайдалы заттарды ұсыну жеткілікті болады. Бірден жанып түсері анық. Сонымен қатар, жаңа білімге, оқуға және оқу процесіне ынта-ықыласы өте жоғары. Шаян. Бұл адамдарды орнынан қозғалту, бірдеңеге қызығушылығын ояту өте қиын. Дегенмен, оларды үй, отбасы, туыстық парыз, жақындық және онымен байланысты барлық нәрсені ынталандырады. Олар сондай-ақ сақтандыру және қауіпсіздікке өте қатты мұқтаж. Демек, осылар арқылы мотивациясын оятуға болады. Арыстан. Арыстан ынталандыру қиын болмайтын белгілердің бірі. Егер оны көпшіліктің назары, қайран қалуы, ризашылығы немесе қошеметі күтіп тұрған түсінсе, бұл мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысады. Оларға айтылған мақтаулар мен мадақ сөздердің де әсері тура осындай. Оларды естіген арыстандар одан да жақсы сөздерге лайық болу үшін бар күшін салады. Бекеш, оларға бірдеңені істеуге ынталандыру үшін темір дәлелдер мен тастай берг логика қажет болады. Бекештер іс жүзінде пайда келмейтін нәрселерге қызықпайды, ал соңында қандай да бір сый күтіп тұрса, мотивациясы мазданғаны сонша бір орында отыра алмай қалады. Кейде біреуге жақсылық жасау үшін ғана өтініштерге құлақ асып, қол ұшын созуы мүмкін. Таразылар үшін ең жақсы мотивация серіктесінің пікірі немесе маңызды адамдардың сөздері мен бағасы. Кейде олар сын, бәсекелестік немесе біреумен салыстыру арқылы үлкен мотивация алады. Дегенмен, бейбітшілік пен келісімге көбірек бейім, сондай-ақ мәнсіз бедел, мақтау және қошемет жоғары мотивация береді. Саршаян, дағдарыс, адреналин және тәуекел, осының бәрі олар үшін сиқырлы бастама болады. Жағдай шынымен қиын және шұғыл болғанда, сын сағат соққанда өте жақсы әрекет етеді және өте дұрыс шешімдер шығара біледі. Сондай-ақ белгі өкілдері билік пен ықпалға ие болу үшін да барын салып қимылдайды. Мергендер біреуге бірдеңе үйретуді, жол нұсқауды және биіктен көрінуді жақсы көреді. Кеңес беру, тәжірибе алмасу немесе шеберлік сабағын өткізу сынды ұсыныстардан бас тарта алмайды. Бұл оларды ынталандыратын керемет мотивация болары анық. Тәуешкілер үшін мотивацияның негізгі кілті мақсаттар және нәтижелерге қол жеткізу, сондай-ақ мәнсапты орындау. Бұл белгі өкілдері әдетте басшылық лауазымдарға ұмтылады, ережелерге сай өмір сүруге тырысады. Сондықтан өмірді жақсы ұйымдастыруға деген қажеттілік оларды ынталандыратыны сөзсіз. Суқойғыштарды эксперименттер мен өнертабыстар, техникалық жаңалықтар, прогресс пен жаңару, сондай-ақ достар мен пікірлестер, ұжымдық шаралар, қоғамдық және қоғамдық шаралар ынталандырады. Кейде ойға сыймайтын, болмаса әдеттен тыс нәрсені ұсыну жеткілікті. Соның өзінен көздері бірден жарқырай түседі. Балықтарға мотивация беру үшін құпиялар мен жұмбақтар жақсы жұмыс істейді. Егер шындықтың бір бөлігін ашып, қалғанын жұмбақ қылып қалдырсаңыз, толық анықталғанша тынышталмайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.